Балаңыз үшін дұға жасаңыз. Бала ата-анаға аманат. Баланы бағып-қағып, дұрыс тәрбие берген адамның алар сыйы мен сауабы бар. Ал баланың өзі де, ол өмір сүретін әлемде Алланікі, оның несібесі, денсаулығы, мінез-құлқы мен тағдыры Алладан, әр баланың маңдайына жазған жазу бар. Дей тұрғанмен кез келген адамның тағдыры оның алған тәрбиесіне, отбасына, таңдауына тікелей байланысты. Тағдырдың 90%-ын адам өз қолымен жасайды десек артық айтқандық емес. Ал ата-ананың бала тағдырына ықпалы қандай? Ата-ананың бұл арадағы рөлі, ықпалы орасан. Кез келген ата-ана баласының тәрбиелі, білімді, саналы болғанын, өздерінің қолы жетпегенге балаларының қол жеткізгенін қалайды. Әрине, баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген, өмірін балаларына арнаған әр ата-ананың арманы бұл. Бірақ ол баланы дүниеге әкеліп, киіндіріп, тамақтандыру бір басқа да, оның саналы, салихалы ұрпақ қатарынан болуының алғышарттары бір басқа. Қалай дейсіз ғой? Біріншіден, баланың салихалы ұрпақтан болуы да Алладан, екіншіден, оған тікелей әсер ететін ата-ана. Осыны жадыға түйсек абзал. Шынында өмірге бала әкелуге, оған дұрыс тәрбие беруге деген дайындық отбасын құрмай тұрып ойланып, о бастан дайындық жасайтын іс. Бұны адам бірінші өз-өзін тәрбиелеуден бастайды. Әркім өзінің жан дүниесін тазартуға тырысып, кемелдікке ұмтылып, білім іздеп, Алласын таныса, бала тағдырына деген жауапкершілігі де арта түседі. Баланың саналы, салихалы ұрпақтан болуы да Алладан екенін ұғынып, бала өмірге келмей тұрып салихалы ұрпақ нәсіп еткейсің деп дұға жасаудан басталады бұл дайындық. Расында отбасын құрған адам, әр ерлі зайыпты осыны ескерсе құба-құп. Және отбасындағы тазалық, рухани тәрбиенің маңызы зор. Зере шешеміздің Құнанбайды дәретсіз емізбегенінде де ойланған адамға зор себеп жатыр. Себебі дәрет, жан мен тәннің тазалығы. Жаны мен тәні таза анадан салихалы ұрпақтың туу мүмкіндігі де жоғары. Міне, бұл бір ғана мысал. Баланың салихалы болуы дәретке ғана байланысты деген сөз емес. Адам отбасын құрмай тұрып та, құрғаннан кейін де, әсіресе жүкті кезінде көбірек дұға жасап, құлшылық қылып, зікір айтып, Құран тыңдаса ұрпағының салихалы болуына алғышарт жасамақ. Әрине, Алла бұйыртса өмірге келгеннен кейінгі өсуі, дұрыс тәрбие мен қажетті білім алуы, пәле-жаладан аман болуы да ата-анаға байланысты. Ата-ана өзін жамандықтан неғұрлым тыйып, кез келгенге қолынан келген жақсылықты жасап, қаншалықты көркем мінезді болса ол үшін алар сауабын да Алла тағала балаларын салихалы ұрпақтан қылу арқылы беруі мүмкін. Өмірдің шындығы қандай? Әдетте әлде бір таныс білістің баласы бәле-жалаға ұшырап жатса, баласының алдынан шықты ғой деген сынды әңгімелерді жиі айтып та, естіп те жатамыз. Міне мысал. Жақсы бала сүйініш, жаман бала күйініш деген мақал бар қазақта. Сонда ата-анасының жақсылықтары үшін жаратушы сый-сауап ретінде сүйініш болар бала беруі мүмкін. Мінекей ата-ананың балаларының қандай болуына, олардың тағдырына деген ықпалын осындайдан түсінсе болады. Адамның өмірінде жасаған жамандықтары үшін де Алла тағала жазасын жаман бала арқылы беруі мүмкін ғой. Мәселен, қазақ бала берсең сана бер дейді. Бұл осы ұрпағының саналы, салихалы болуының маңыздылығын айқын көрсетпей ме? Неге десеңіз, өмір бойы балам деп өмір сүріп, жер ортасынан асқанда бала сүйіндірмей, керісінше күйіндіріп жатса қандай өкініш, өксік болмақ. Өмірдің текке өткені демек. Сол себепті де басқа балалар үшін әркім жиірек дұға жасауды ұмытпаса абзал. Балаларды ешқашан қарғамаңыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәләм бір хадисінде, 3 адамның дұғасы қабыл болады. Ол кісілер мен Алла тағаланың арасында перде болмайды. Олар ата-ананың баласына жасаған дұғасы, мүсәпірдің дұғасы, зұлымдыққа ұшыраған адамның дұғасы деген.